Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім. Бұтқана бар бізде. Бағана бір видео түсіргенде 5 минут болып кетті. Енді мына бейнеролигімді 3 минутта аяқтау керекпін. Атырау облысы Құрманғазы ауданы, бұрынғы Құрманғазы, бұрынғы Қазақстан, Денгийский район, село Ганюшкино, Садуақас деген адам өмір сүрген. Зайыбы Сағипа Нұрғалиева, Садуақасов Нұрғали. Нұрғалидің, Садуақастың әкесі Нұрғали. Бірақ мына Нұрғалиева Сағипаға соқпайды. Енді сол Садуақас Нұрғали айтып отқан себебім бүгінгі ертең 31 мамыр қуғын сүргіндер күні. Сол қуғын сүргінде еске алып, бұл ата бабамыздың рухын және Құран бағыштаймын да, шелпек пісіріп. Ертең қадеге барам, құрдасымның 40 күндік қадесі. Соның енді мына менің өзімнің ұрпағым бар ғой, өзімнің Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы бүткіл әлемдегі Есенғұл Беріш әулеттеріне айтатыным. 40 тумалас деген сайтта бармыз, бәрінде бармыз, өзім туысқандарым. Аралас, құралас, брат, сват, солай болып кетті қой қазір деген. Бірақ мен өзінің бауырларым айтып жатырмын. Немере деген сияқты Нұрғалиден өрбіген. Соның ішінде Сағындықов Нұрғали атамыз, Мүсіреп деген кісі бар, Мүсіреп балдары бар, Қалам деген. Сол Нұржау ауылында, қазіргі Нұржау ауылдық округ. Сонда адамдар 1937 жылы атылған. Бағана 8 атамыз. Бір күнде. Сол ертең қуғын сүрген күндер күні. Енді екі мәселе мына жерде. 7 ата білу, екіншіден менің бағана Нұрғалидің баласы Аралбай, үлкенін айтпай қой, енді Аралбайдың ұлы Сағындық, Сағындықтың ұлы Нұрғали, Нұрғалидің ұлы Садуақас. Садуақас 1941 жылы дүниеге келген. Садуақас емес, Садуақастан Алексей туады. Алексей қалай туады? Сағипа деген әжеміз бәлен құрсақ көтереді. Әнуарбек, Маржангүл, бағанағыдай Мағауия деген сияқты бағанағыдай Абай, Ибрахим болды ғой бұрын мысалы. Сол сияқты аталарымыз, абайымызды айта кетейін. Сондай бір нелері болды. Бұтқана көп. Сонда 1941 жылы дүниеге келгенде оған дейінгі балдар шетінегеннен кейін бұл баланы ерекше бала деп Алексей деп қойған. Ерекше дегелігі сонша бала тұрмаған әжеме. Сағипа Қарамөңке табын. Менің өзімнің анам Алексей жақсы оқыған, Нұржаудан бітіріп, одан кейін барып байланыс қызметкері болып жұмыс істеген, байланыс қызметкері болып сөйтіп жүргенде Пашшалон менің анаммен танысады. Менің анам бұрынғы кезде де болған, брат, сват, бұрын жұмыс қалған. Мен жұмыссызбын, мысалы да 5 жыл болды жұмыссызбын. Бірақ мен 200 мың, 300 мың сондай жалақы қалап жүрмін. Ал Атырауға барсам 500 мыңның жұмысы керек маған мысалы да. Неге десең, біздің шетелдікілер солай жұмыс істеп жатыр да. Ал 3 мәселені қозғаймыз қазір. Ата, баба, бағанағыдай әруақ, 5 уақыт намаз, соның ішінде жұмыссыздық. Жақсы. Өз тіліңді құрметті дейді ғой, өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметті дейді. Енді қараңыз, Алексей деп қойды, атын орысша қойды ғой. Сосын 1941 жылы, содан кейін анам екінші қыз келді, Алексейден кейін оны Лиза деп қойды. Енді неге немерелер, бағанағыдай адамдар маған Алексейдің баласы неге орысша қойған деп сондай сұрақтар келеді. Соның жауабы бұл. Алексей деп қойған себебі шетіне келгеннен кейін Алексей деп қойған. Енді Садуақас атамызға не болды? Сондай бір бала көзін ашты, бірақ кішкентай кезінде Лиза дүниеге келгеннен кейін Алексейді Астрахан қаласында кеме, балықшы ғой, рыбактар ғой, кеме қағып кеткен, қайтыс болғанда әжем барған, ат болған әжемде, атарба болған әжем барғанда әжеме көрсетпеген. Міне сіздің мәйітіңіз, Садуақастың мәйіті көміп деген. Көрдіңіз ба? Садуақас деп қояды ол бағанағыдай. Нұрғали, Зинеш, сосын Әбілқас қой. Садуақас, Әбілқас, Нұрғали. Әбілқастың балдары болады деген.
Әбілқастың баласы мәдениеттің балдары Атырауда Қаладиевте. Енді оның бәрі маған ешкім өкпе жоқ. Мына беріштерден маған ешкім өкпесі жоқ. Мен бәрін бұларды шежіреге орнаттым. Өзімнің вид атамды бәрін шежіреге орнаттым. Енді екінші мәселе бағанағы аруақ дегеніміз бағанағыдай Сәдуақасқа көше берді ғой. Сәдуақас Сағындық Нұрғали деген көше берді. Енді атам жайлы айттым, адам қайтты. Енді Сағындық Нұрғалиға көше берді ғой енді. Бірақ мені осы үлкендер бағана Абат Жанғалиевті мырзаны тіркеймін, Серік Шапкеновті де қазір тіркеймін. Енді үлкен ғұлаларға репрессия кезінде қазір орыс аттар бар ғой, мысалы Бидоты бағана бір орыс аттар бір болып жатса, солардың орнына мына районынан мен сұраймын, Сағындық Нұрғали деген ат сұраймын да, көше сұраймын. Бірақ ол мына жерде туысқан жоқ, бірақ біздің аталарымыз құрметіне болып жатса, мен оны жазғам, репрессияны бағана бастап жүрген адамға. Мені бұғаттап тастады олар. Репрессия деген бар, Ұлы Отан соғысында репрессия 1937-38 жылғы ашаршылық деген группа бар Фейсбукта. Олар мені бұғаттап тастады. Енді айтайын дегенім, Алексей солай дүниеге келген, Лизаның балдары бар, Ғаллам деген жежеміз бар, балалары бар, 2 бала, 2 қыз бар. Өрбіп, әрбір жерде өмір сүріп жатыр. Жақсы. Енді олар енді жиен болып келеді, мен ағаш болып келем. Жиендерге соқпайды. Олар шеркештер, біз беріштер. Ал менің анам Тілеуғалидың қызы. Тілеуғалиева Рая. Енді мен сіздерге өтініш екінші айтып отқан бағана үш сұрағым бар дедім ғой. Сол үшіншіде сол менің Тілеуғали деген атамды Нұржаудан болды деген жерде тұрды. Рақымжан Отарбаев бізге бөле. Рақымжан Отарбаевтың ағасы бар, әкесі Қасымғали деген не бар Теңіз ауылдық округінде. Сол бөлелердің балдарын таптым. Рақымжан ағаның інілерін араласамыз. Енді сол Тілеуғалидың туысқандарын іздеймін. Неге десең, менің анамның жеті атасы керек. 3 жұрт қой, бәрі керегі. Менде 3-ші жұртым жоқ та. Ол енді мына жерге қоспаймын. Бірақ жеті атамыз білген жөн. Екіншіден Тілеуғали Сүйіншісік. Нағашыларым Сүйіншісік, түп нағашым Қарамөңке Табын. Қарамөңке Табындар бәрі түгел. Бірақ әлі араласпай жатыр бәрі. Бірақ мен Қарамөңке Табын келсе бәрі жиен деп жабысады. Өзімнің түпкі тамырындағы бар, араласпайды. Не істеймін араласпаса? Мен ешкімге жалынбаймын, етпеймін. Азан шақырып ат қоям, ағайындар, шақырыңыздар. Азан шақырып ат қоям, барам. Азан шақырып атын қоям, қамат түсірем сол жағына. Және қадерлерге барам. Хабарласыңыздар, өлім айтып келмейді. 40-100 деген сияқты. Хабарласыңыздар. Ода тұрған жер жоқ, ағайындар. Тағы да бір таджуд жайлы айтып кете қояйын. Ой, мұндай бір қатты ғұламалар болып жатса, сәл арабша білмеймін, бірақ мен қадені өткізем. Отырам, 7:30-да барам, 5:30-ға 4-ке дейін келем, бейт басына барамыз, қойға мал шаламыз, бауыздаймын малды. Бәрі істей алам, бірақ оның бағалап білсе, тегін ештеме жоқ. Көрші көлем, тума-туыс. Білесіздер ғой, өзі көрші көлем. Маған жасап аттым, мұндай дүниелер жасайым. Тегін нәрсе жоқ қой. Енді осы мәселе сол, бағайындар. Жеті атам, сүйіншісықтардан сол жазушылар керек. Маған жазушылар жазыңыздар. Сосын мен сақал қояйын ба, мұрт қояйын ба? Сіздерге сұрақ. Соны жазып жіберіңіздер, менің оқырмандарым. Біреулер жамандамайық, біреулерді детпейік. Билікке араласпаймыз. Ешкім жамандамаймын. Қарапа күні, Қарбан айт, ораза айт, шәуіл ораза, кеше арапа күні бүткіл бәріне кешірім сұрадым, тағы да кешірім сұраймын. Артық кетсем, біліп білмей істегенімді Алла кешірсін. Екіншіде сіздер кешіріңіздер. Мына бізде айтады ғой, арабтанып кетіп жатыр, бүйтіп кетіп жатыр. Жоқ, Құран арабша түсті ағайындар. Бірақ біз деген қазақша оқисың ба сен? Мына бізде бар ғой, Раббана атина фудина хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Ана дүниеде, мына дүниеде жақсылығымызды кешіре көр, жақсылығымызды арттыра көр, болмаса кешіре көр. Тек қана біз сізге жалбырамыз Алла тағалаға деп, бағанағыдай сондай бір білмейтін адамдарға айтам, Ықылас сүресін айтып жүріңіздер. Алла ұлық, Алла жаратушы, Фатиха, Ықылас, Нас, Фалақ керек нәрселерді бәрі осы бағанағыдай ауырып қалсаңыз Фатиханы, Насты оқуға да, Фатиха, Нас, Ықылас.
фатиха кілті ғой енді құранның. Бірақ бағанағыдай кейбір жерлерде болады, енді оған мән бермеңіздер. Мен мән бермеймін. Мен бәрін кешірдім. Бірақ мен Алладан басқа ештеңе жоқ. Дінімізді жамандамаңыздар. Ислам діні пәк. Ел аман жұрт тыныш болсын. Ертең 31 мамыр қуғын сүргіндер еске алу күні ағайындар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аман болайық. Рахмет, сау болыңыздар.